қай жерде өседі? Жерде. Бұл көкөністер қай жерде піседі? Мешек апайымызда шылайым. Апай. Ау балалар. Ау балалар, не туралы әңгіме айтып отырсыңдар? Нені білмей жатырсыңдар? Көкөністер жайлы. Алдарыңызда неше түрлі көкөністер тұр екен. Ал енді мына көкөністер қолдарында қандай көкөністер тұр? Сәбіз. Сенің қолыңда Омарчик қандай көкөніс тұр? Жүгері тұр. Ал Аделя, сенің қолыңда не бар? Қызанақ. Ал Жігер, сенің қолыңда қандай көкөніс бар? Баклажан, жақсы. Қазақшасы қалай екен бұның? Биялы дейміз баклажанды. Ал Кәусар, сенің қолыңда не бар? Сәбіз, өте жақсы. Ал енді сендер осы көкөністер қайда өсетінін сұрап алсыңдар ғой, а? Қайда өсеткен? Бізде бау-бақшамызда өсе ма олар? Бау-бақшада көктем мезгілінде бұны диқандар отырғыз жерге дән тастайды. Сол дәннен балалар көкөністер шығады екен. Енді сендер осы дән тастағанды білесіңдер ме? Қалай тастау керек екен? Сол туралы білгілерің келе ме? Жақсы. Олай болса, біз балалар жерге дән тастап, оны қалай өсіп шығатынын бақылаймыз, мақұл ма? Бақылап, зерттеп көреміз. Алдарында көріне ме? Мінекей мынандай ыдыстар тұр майда-майда. Осы ыдыстарға біз топырақты саламыз да, осы ыдыстарға дәндерді отырғызамыз. Сендер бәрілерін осы ыдыстарына алдарында қалақтарым бар, топырақтарды сала қойыңдар. Топырақтарды балалар толтырмай саламыз. Ыдыстарыңызға көріне ме? Сосын кейін осыған бетіне дән салғаннан кейін бетіне тағы да дәннің бетін топырақпен жабамыз. Сол үшін қатты толтырмаймыз. Балалар, дән тастамай бұрын біз топырақты не істеп алу керекпіз? Суғарып алу керекпіз. Қараңдаршы, дәнімізді құрт құмырсқа жеп қоймау үшін біз ыстық сумен суғарамыз. Қарап көріңдерші, суымыз ыстық па екен? Ыстық, мінекей. Енді ыстық сумен біз топырақты суарып, осы суарылған топыраққа дән тастаймыз. Міне ыдыстардың бәрін толтырдық. Енді ыдыстарға біз не салу керекпіз? Дәндерді тастау керекпіз. Мынаны қараңдаршы балалар, мынау ненің дәні? Бұл қиярдың дәні. Міне қиярдың дәні балалар. Әр ыдысқа бір-бір дәннен салып шығамыз. Бір-бір дәннен салып шығыңдаршы. Мен қолымнан алып, дәндерді ыдыстарға бір-бірден ғана салып шығыңдар. Орындарынан тұрып салыңдар, әпсе бойларына көрінбей тұрған шығар, орындарында тұрыңдар. Дәндерді сала қойыңдар. Көрдіңдер ме? Бір-бір дәннен салып шықты ғой. Енді, балалар, келесі біздің жұмысымыз осы дәндердің бетін жабу керекпіз. Мына топырақтан қолдармен енді аламыз да, шым-шым топырақтан алып, дәнден бетін кішкентай ғана топырақпен көп салсаңдар, балалар, дән шықпай қалады. Аз-аздан ғана саламыз. Жабыңдар ал. Асханадағы апайларымызға беріп, олар бізге не жасап береді? Олар бізге көкөністен түрлі салаттар жасап береді екен. Жақсы балалар, енді келесі бізге мынаны бетін жақсылап жабамыз да балалар. Терезенің алдына қойып, күнде бақылап тұрамыз. Дәндеріміздің қалай бүршік атып шыққанын көреміз, мақұл ма балалар? Жақсы. Ал балалар, біз өткен жолы қиярымызды отырғызғамыз. Балалар, терезенің алдына қойып қойғамыз. Ол қанша күнде бүршік атып шықты бізде балалар? Біз қарап отырдық, қанша күнде бүршік атып шықты? 3-4 күнде бүршік атып шықты. Бүршік атқаннан кейін біз оларды не істедік? Суғардық, топырақ үстіне тағы да салдық та, мінекей біздің қиярларымыз мынандай болып өсіп шықты. Енді осы қиярды балалар, біз барамыз да өзіміздің бау-бақшамызға отырғызамыз. Отырғызыларың келе ме? Жақсы, онда кеттік. Көшеті, анау шетке апарып отырғыза ғой. Қызанақ мынау ғой. Мен көрме жан-жағынан өсті. Басып, топырақты басындар. Қиярдың көшеті өте дұрыс. Енді біз бұны не істеу керекпіз, балалар? Суғару керекпіз, дұрыс. Енді мінекей жігер үйренді қолмен. Жақсылап құямыз. Құясыламыз, көрдіңдер ме? Арығымыз суға толды ма? Қызанақтарды бақылап көріп тұрамыз.
арам шөптері шықса, шөптерін қолымызбен жұлып тұрамыз. Жұламыз ба шөптерін? Иә. Жақсы.